Шығыстан келген адамдардың сөзін естіген соң, Ирод патша Бетлехемдегі 2 жасқа толмаған ұл балалардың бәрін өлтіруге бұйырды. Өте қорқынышты жағдай. Бақытқа қарай, Исаның ата-анасы Жүсіп пен Мәриям нәресте Исаны алып, Бетлехемнен кетіп, Мысырға қашып құтылды. Өйткені түсінде бір періште Ирод патшаның бұйрығын жеткізген еді. Шынында бұл Жүсіп пен Мәриямның періштемен бірінші рет кездесуі емес еді. Бұрын періште оларға нәресте Исаның туылуы және оның өз халқын күнәларынан құтқаратыны туралы аян берген болатын. Мүмкін сол кезде Жүсіп пен Мәриям Құдайдың ұлы ма? Барлық халықты құтқаратын бала ма? Сонда оны қалай өсіруіміз керек? Ал біз қалай өмір сүруіміз керек деп ойлап уайымдаған шығар. Нәресте Иса дүниеге келіп, алыс шығыстан бейтаныс адамдар алтын, мөр және жұпар иісті шайыр алып келген кезде Жүсіп пен Мәриям қатты қуанған болар. Исаға болашақта өздеріне қиыншылық келеді деген ой оларда болмаған шығар. Әйтсе де, Жүсіпке 2-ші рет періште келіп айтқаннан бері олар өздері елестете алмайтын жағдай болды. Періште Жүсіпке Ирод патша нәрестелерді өлтірмекші екенін жеткізді. Сол себептен алыс Мысырға қашып кетулері керек деді. Соны естіген Жүсіп пен Мәриям өздерін қалай сезінді екен? Патша осындай нәрестелерді өлтіруі қалайша мүмкін? Сонымен алысқа кетуіміз керек пе? Сол жерде таныс адам да жоқ, тілдері де басқаша, баратын жолда қиын болады. Тіпті Құдайдың ұлы осылай қашып жүру керек пе? Біреу келіп көмектесуі керек емес пе деп ойлаулары да мүмкін ғой. Кеш батқанда Исаның отбасы Бетлехемнен шығып, Мысырға қарай жолға шықты. Жолда да қазіргідей тегіс болмаған. Шөл даламен жүріп соншама қиыншылық көрді. Тіпті жаңа ғана туылған нәрестені құшағында ұстау. Шығыстан келген адамдар көрген жұлдыз оларды жетелеген болса, жақсы болған болар еді. Алайда олар қап-қараңғы жолмен жүре берді. Тек Құдайдың сөзіне ғана сеніп. Сондай-ақ Мысырға жеткен кезде де нәрестенің өмірін құртпақ болған Ирод патша болмаса да, олардың күнделікті өмірі оңай болмаған шығар. Әйтсе де уақыт өтіп, Ирод патша өлді. Сонда Құдай Жүсіп пен Мәриямға Израиль еліне қайтып баруға бұйырды. Сөйтіп Исаның отбасы Израиль еліне қайта оралып, Назарет аймағында тұрып қалды. Исаның отбасы осылайша үнемі Құдайдың сөзіне сай бір жерде қалып, содан кетіп басқа жерде өмір сүрді. Исаның туылған қуанышынан бастап, оларда қиыншылық та басталды. Құдайдың сөзі әрқашан оларға күш-жігер болып, оларды жетелеумен болды. Балалар, бізге де қуаныш беретін Исаның туылған күні жақындап келе жатыр. Алайда сондай керемет күні де әлемде соғыс, қиыншылық, апаттар және өзімізде де қиын жағдайлар болып жатыр. Сонда біз бүгін оқыған сөздерді есімізге сақтайық. Қиын жағдайда болған Исаның отбасына күш-жігер беріп, оларды жетелеген нәрсе не? Олар сияқты қиыншылықта өмір сүріп жатқан бізге де күш-жігер беріп, бізді жетелейтін нәрсе не?